Мысалдар қарастырайық. Бірінші ол тізбекте жалғанған. С1 1 микрофарад, С2 2 микрофарад, С жалпы тап дейді. Тізбекте болса біздер С-лар электр сыйымдылығының кері шамаларын қосамыз. Жазамыз, 1 бөлінген С жалпы тең болады. Бізде С1 деген 1-ге тең, микрофарад, С2 деген 2 микрофарад. Ортақ бөлім келтіреміз. Ортақ бөлім 2, мұнда 3 микрофарад. С бізде бөлімде болғандықтан төңкереміз, немесе пропорция қолданамыз. Сол кезде бізде С жалпы төңкереміз, 3 астына кетеді, 2 үстіне кетеді, микрофарад болады. Яғни бізде 2 конденсатор болды, 1 мен 2. Сол екеуін қосу арқылы біз одан да мәні аз болатын конденсатор алдық. Келесі мысал параллель жалғанған. Бұнда 3 конденсатор өзара тең, яғни 5 микрофарад дейді. Жаңа жоғарыда айтқан формула бойынша, егер конденсатор өзара тең болса, санына көбейте қоямыз. Яғни С жалпы тең болады n көбейту С1. Біздің n-іміз 3. Сонда С жалпы 3 көбейтілген 5 микрофарад, С1-ден 5 қой. Сонда 15 микрофарад болады. Яғни бізде 3 конденсатор болды, 5-5-5-тен. Енді оларды біз параллель қосу арқылы мәні үлкен болатын конденсатор алдық, 15-ке тең. Келесі үшінші мысал қарастырайық. Бұнда аралас жалғау болған. Яғни бізде мұнда не бар? С1 мен С2 тізбекте, ал С3 пен С4 параллель. Тізбекте параллель. Сол себепті екі формуланы талдауға жазып қояйық. Біздер